Бүгін қазақтың ұлттық тағамы сірне жасаймын. Бұл тағам өте ерекше және дәмді болып шығады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Қазанымызға сұйық майымызды құйып, етімізді саламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Сірне тағамын жас малдан жасаған дұрыс. Барлығын жақсылап араластырып қуырамыз. Етінің суын шығарып, соған 30 минуттай пісіреміз. Пиязымызды турап салып, араластырып қуырамыз. Барлығын жақсылап араластырып, қаппағын жауып 30 минуттай бұқтырамыз. Етіміз бұқтырылғанша қамырымызды дайындаймыз. Бір жұмыртқа, тұз, су құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Жұмсақ қамырымызды илеп 15 минутқа бұқтырамыз. Қамырымызды жұқа қылып, жайып шығамыз. Қамырымызды жұқа қылып жайып, төртбұрыштығып бөліп, ортасына салмамызды салып, тюльпан гүліндей қылып ораймыз. Салмасына пияз бен сәбізімізді және де шамалы сұйық май қосып араластырып, тюльпан гүліндей қылып, осылай видеода көрсетілгендей қылып орап шығамыз. Отыз минуттай бұқтырылған етіміздің үстіне сәбізімізді турап, сәбізіміз салып араластырамыз. Жақсылап араластырып қуырамыз. Қазанымыздың астын баяу отқа қойып, бетіне картошкамызды салып шығамыз. Дәміне қарай тұзымызды саламыз. Дайындап қойған тюльпан гүлімізді картошкамыздың бетіне салып, қаппағын жауып, 30 минуттай бұқтырып пісіреміз. Сірне тағамымыз өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет.